Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз Python программалау тілі бөлімі бойынша айдымен танысу тақырыбы. Бұл сабақтың мақсаты оқушыларға программалау ортасы, яғни айд туралы түсінік беру, Python тілінде жұмыс істеуге арналған idle ортасының негізгі мүмкіндіктерімен танысу және қарапайым бағдарламаны жазып, іске қосуға үйрену болып табылады. Жалпы айд дегеніміз не? Ол бағдарламаны жазу, тексеру және іске қосуға арналған орта болып табылады. Біз мысалға Pythonда қарапайым бағдарлама орындап көрейік. Ең алдымен пусикті басамыз. Өзіміз орнатқан Python деп поискқа іздеп жазып, программаны ашамыз. Ең алдымен бізде экранда Python shell терезесі көрінеді. Python shell терезесі дегеніміз есепті жазып, яғни бағдарламаны жазып, оның нәтижесін бірден көретін терезе болып табылады. Мысалы, біз 2 қосу 3 деп жазатын болсақ, оның мәні бірден төменге шығатын болады. Енді біз өзіміз толық бағдарлама құру үшін файл, new file батырмасын басып, жаңа файл ашатын боламыз. Осы жерге біз қарапайым бағдарлама орындайық. Мысалы, print деп жазамыз. Print дегеніміз ол шығару деген мағынаны білдіреді. Яғни біз есеп шығарған кезде міндетті түрде printті қосу керек. Ол болмаса есептің мәні шықпай қалуы мүмкін. Сәлем, әлем. Оны алдағы уақытта толық өтетін боласыңдар. Осылай сәлем, әлем деп жазамыз. Файлды міндетті түрде сақтаймыз. Ол үшін файл, save as батырмасын басамыз. Өзімізге ыңғайлы орынға сақтаймыз. Кез келген әріппен сақтасақ болады. Енді run модуль немесе F5 батырмасын бассақ, есептің бағдарламаның мәні осылай шығады. Нәтижесі, яғни біз жақшаның ішіне сәлем әлем деп жазғанымыз үшін, осылай сәлем әлем сөзі бізге экранға шығып тұр. Яғни бүгінгі сабақта біз айд ұғымымен таныстық және idle программалау ортасының мүмкіндіктерін қарастырдық, сақтау, іске қосу жолдарымен таныстық. Енді біз өзіміз өз бетімізше мен Python бағдарламасын үйреніп жатырмын деген сөзді осылай экранға шығарып көрейік.